Сәлем құрбым. Үй гүлдері таза ауа мен адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Сонымен қатар үйіңізге әдемілікті де алып келеді. Алайда бөлме гүлдерін өсірудің жаны сүйетін қыз-келіншектерге үйде өсіруге болмайтын гүлдер жайлы айтатын боламын. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Диффенбахия гүлі. Бұл гүлді ұйықтайтын бөлмеге қоюға болмайды. Себебі өсімдік шырыны улы келеді, әсіресе сабақтары. Ол ас қорты мен тыныс алуды елеулі бұзады. Сонымен қатар бет немесе қол терісіне тиген жағдайда күйдік тудыруы мүмкін. Егер бұл гүл үйіңізде болса, оны қолғаппен ұстап сақтық шараларын ұмытпаңыз. Сонымен қатар бүгінде балабақшада диффенбахияны өсіруге тыйым салған. Жолақты алоэ гүлі. Негізінен алоэ түрлерінің көпшілігі емдік қасиеті бар және оларды үйде емдеу құралы ретінде жиі қолданылады. Алайда жолақты алоэ өте қауіпті гүлдер қатарында. Оны емдік мақсатта пайдалануға болмайды. Ол жүкті әйелдердің түсік тастауына себеп болуы мүмкін. Қастамақ гүлі немесе герань. Бұл гүлдің көпшілігіміз емдік қасиеттері бар екенін білеміз. Ол фитонцид деп аталатын ерекше зат бөледі. Ол ауаға дезинфекция жасап, жүйке жүйені тыныштандырады және тыныш ұйқымен қамтамасыз етеді. Ұйқысыздықпен ауыратын адамдарға жақсы көмектеседі. Сонымен қатар ангина кезінде ауырсынуды басады. Дегенмен герань иісі демікпе мен аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін. Оның иісі өткір болғандықтан көптеген жәндіктер жолатпайды. Сондықтан жатын бөлмедегі төсекке жақын қоймағаныңыз жөн. Жүкті әйелдерге, қандағы қант мөлшері төмен адамдарға, кішкентай балаларға кері әсерін тигізуі мүмкін. Кактус гүлдері улы гүлдер қатарына жатпайды, бірақ кактустың трихоцериус деген түрінде адамның орталық жүйке жүйесіне әсер ететін галлюциногендер бар. Ол есірткі сияқты адамға әсер етіп, көзі қарауытып, басы айналуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.